Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен палау жасаудың өзімнің рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, қыздырып, етімізді саламыз. Орташа отта араластырып тұру арқылы 15 минуттай қуырамыз. Үстіне қара бұрыш, тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырып қуырамыз. Қызарып піскен етіміздің үстіне пиязымызды саламыз. 5-7 минуттай қуырып аламыз. Үстіне сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып 5 минут қуырамыз. Осындай кесемен 3 кесе күріш қосатын боламын. Күрішімізді салып, салқын сумен жуып аламыз. Дәмдеуіштерден зира қосамыз, өзіңіздің қалауыңызша. Приправа для плова қосамыз. Жақсылап араластырып, үстіне жуылған күрішімізді салып, бір тегістеп, дәміне қарай тұзымызды сеуіп, суымызды құямыз. Мен 1 кесе күрішке 2 кесе су құямын. Бұл жерде мен 6 кесе су құйдым. Енді қайнағанын күтеміз. Қайнап тұрған күрішіміздің дәмін көріп, баяу отта 20-25 минут бұқтырамыз. Біздің күрішіміз дайын. Осылай езілмей, біркелкі шашылып пісетін болады. Осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын.